Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Найзағай ойнап қар жауады. Синоптиктер ескерту жасады. Қазгидромет синоптиктері алдағы 3 күнге 14, 15 және 16 сәуірге арналған Астана мен Алматы қалаларындағы ауа райы болжамын айтты, деп хабарлайды Түркістан КЗ. Астанадағы ауа райы болжамы: 14 сәуір ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, оңтүстік-шығыстан жел соғады, жылдамдығы 7-12 метр секунд, ауа температурасы түнде -1, +1, күндіз +12, +14. 15 сәуір ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауады, солтүстік-шығыстан жел соғады, 9-14 метр секунд, күндіз екпіні 15-18 метр секунд, ауа температурасы түнде +3, +5 градус, күндіз +8, +10 градус. 16 сәуір ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын, көктайғақ болады, солтүстік-шығыстан жел соғады, 9-14 метр секунд, екпіні 15-18 метр секунд, ауа температурасы түнде -3, -1 градус, күндіз +2, +4 градус. Алматыдағы ауа райы болжамы: 14 сәуір ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, солтүстік бағытта жел 3-8 метр секунд, ауа температурасы түнде +7, +9 градус, күндіз +21, +23 градус. 15 сәуір ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, солтүстік-шығыстан жел 3-8 метр секунд, күндіз екпіні 13 метр секунд, ауа температурасы түнде +9, +11 градус, күндіз +21, +23 градус. 16 сәуір бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай, батыстан жел соғады, 3-8 метр секунд, екпіні 15-18 метр секунд, ауа температурасы түнде +10, +12, күндіз +17, +19 градус. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.